Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. 1 қаңтардан бастап бала күтіміне байланысты берілетін жәрдемақы мерзімі 1,5 жылға дейін ұзартылды. Сәбиіне қарап үйінде отырған аналарға 30 қаңтардан бастап бұл туралы SMS хабарламалар келе бастаған. Алайда кейбір әйелдер жәрдемақы мерзімінің ұзарғаны туралы хабарлама алмаған екен. Ал Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мұндай жағдайда ешқайда барып өтініш жазудың қажеті жоқ екенін айтады. Сонда SMS хабарлама келмеген аналар қайтпек? Аршат Әділжанқызы анықтап көрген еді. Астаналық Әйгерім 3 баланың анасы. Егізі балабақшада өзі жасқа толмаған ұлына қарап, үйінде отыр. Әйгерім бала күтіміне байланысты төленетін жәрдемақының мерзімі 1,5 жылға дейін ұзартылғаннан хабардар. Десе де алаңдаулы. Өйткені жаңа жылдың басталғанына 6 күн болса да, жәрдемақы мерзімінің ұзарғаны туралы ешқандай да SMS хабарлама келмеген. 1,5 жасқа дейін ұзартқан туралы хабарлама келген жоқ бізге. Енді келеді деп үміттенеміз, өйткені елдің бәрі алып жатырмыз. 1 қаңтардан бастап SMS-тер келіп жатыр деп естідік. Сол үмітіміз бар, аламыз деп. Өйткені баламыз әлі 1 жасқа толған жоқ, 2022 жылғы. Ол аз да болса көмек, үйде отырған ана үшін әсіресе. Көбінде 1 жасқа толғаннан кейін аналар ақшасы аз болғандықтан, 1 жасқа толғансын амалсыздан жұмысқа шығып кетіп жатады. Ал енді 1,5 жасқа дейін созғаннан кейін, ол да бір аз да болса бізге көмек. Мысалы, бала 1,5 жасқа толғанша кішкене аяққа тұрып кеткенше үйде отыруға мүмкіндік деп ойлаймыз. Әйгерім сияқты SMS хабарлама алмаған аналарға Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі өкілінің айтары бар. Гүлмира Жәкенқызының сөзінше хабарламаның келмеуінің бір себебі жәрдемақы алушының телефон нөмірі ауысқан, немесе жүйеге тіркелмеген болуы мүмкін. Бұндай жағдайда ешқайда барып, өтініш жазып даурығудың қажеті жоқ дейді маман. Өйткені баласы 1 қаңтарда 1 жасқа толған аналар жәрдемақы алушы ретінде жүйеге тіркелген болса, онда автоматты түрде ілігеді. Мысалға, сіздің балаңыз туған күні 1 қаңтар болса, сіздің бала күтімі бойынша жәрдемақы төлеу мерзімі маусым айына дейін ұзартылады. Бала 1,5 жасқа толғанша дейін. Мысалға, 15 қаңтар күні туылған баланың 15 маусымға дейін. Солай рет-ретімен 1,5 жасқа толғанша дейін жаңағы баланың жәрдемақысы ұзартылады. Бұл жерде енді айту керек, алған жәрдемақы көлемі 1 қаңтардан бастап өседі 8,5%-ға. Айта кетейік, мемлекет басшысының тапсырмасымен бала күтімі бойынша әлеуметтік төлем мерзімі 1 жастан 1,5 жасқа дейін ұзартылған еді. Заң күшіне 1 қаңтардан бастап енді. Министрлік ақпаратынша биыл бұл төлемді 500 мыңнан астам анаға тағайындау жоспарланып отыр. Аршат Әділжанқызы, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана.